Байқоңыр ғарыш алаңы әлемдегі тұңғыш әрі ең ірі ғарыш айлағы болып табылады. Аумағы 6717 шаршы шақырымнан асады. Ұзындығы солтүстіктен оңтүстікке 75 шаршы, батыстан шығысқа дейін 90 шақырымға жуықтайды. Байқоңыр ғарыш айлағының іргесі 1955 жылы қаланған. Ғарыш алаңы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Ғарыш айлағының Байқоңыр қаласы аумағынан салынуында өзіндік себебі бар. Бірінші кезекте ғарыш алаңы орналасқан аумақты елді мекендерден қашық орналасуы, экватор жазығына жақындығы, ракетаның ұшырылуы мен ғарыштық объектілерінің қонуының қолайлылығы сынды факторлер себеп болған. Байқоңыр ғарыш айлағынан зымырандардың ұшуы және Арал теңізінен Камчатка түбегіне дейін созылып жатыр. Ғарыш кешенінен тұңғыш рет жердің жасанды серігі 1957 жылы 4 қазанда сәтті ұшырылды. 1961 жылдың 12 сәуірінде адамзат тарихында алғаш рет Юрий Гагарин Восток кемесімен ғарышқа ұшты. Әр жылдары Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс ғарыш кемелері, Салют, Мир орбиталық станциялары, байланыс мақсаты үшін пайдаланылатын Протон, Прогноз зонд ракеталары, Молния, Экран, Горизонт, Метеор, Радуга секілді метеорологиялық бақылаулар жүргізу